Қайырлы күн, құрметті оқырман. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді сметанник пирогтың рецептін ұсынамын. Өте жұмсақ пирогтардың бірі. Мен заказға жасап жүрген пирогтарымның бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мен бұл жерде ыстықтай кестім. Сіздер суытып кессеңіздер, чизкейк сияқты өте дәмді болып шығады. Ол үшін кеттік, менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте бөлме температурасындағы майымызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Әрине өз қалауларыңыз. Міне осылай жақсылап шекер ерігенше араластырып аламыз. Содан соң 2 дана жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан соң ұнымызға разрыхителімізді салып, 2 шай қасық разрыхитель салып, кішкене араластырып жібереміз. Бұл жерде мен 2 пирогтың тестасын дайындап жатырмын. 500 грамм ұн қосылады. Артық мөлшерде қосудың қажеті жоқ. Міне тура осы рецептпен жасасаңыздар, өте жұмсақ теста дайын болады. Міне осылай қамырымызды елеп аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын. Бұл тестаны 2 бөлікке бөлеміз. Содан соң начинкасын дайындаймыз. Шелектегі қаймақтың аяла деген түрін қолдансаңыздар болады. Өте күшті болып көтеріліп шығады. Міне 2 дана жұмыртқамызды салып, 100 грамм шекерімізді салып, араластырып аламыз. Қаймақтың проценті бұл жерде маңызды. Менде үйде осы қаймақ болғандықтан мен осы қаймақты қолдандым. Ендігі кезекте қамырымызды формамызға жайғастырып аламыз. Міне осылай қолымызбен немесе оқтаумен жайып, жайғастырып алсаңыздар да болады. Тапаңызды майласаңыз да болады. Бұл жерде формаңызды асты алынатын болғандықтан мен майламадым. Міне осымен қамырымызды жайғастырып болдық. Начинкасын құйып, печкамызды міндетті түрде қыздырып аламыз. Печкаларыңызға байланысты көре жатарсыздар. Менде әсел печкада 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай болып шығады. Печкаға жібереміз. Осымен пирогымыз пісіп шықты. Ас болсын.